Баршаға сәлем. Бүгін сіздерге осындай кокетканың алдыңғы және артқы бөлігін пішіп көрсететін боламын. Ол үшін біздерге осындай мата қажет болады. Мынаны мата деп есептейік және матамызды осылай екіге бүктеп аласыз. Бүктелген жағы міне өзімізге қарап тұр. Бізге керек өлшеміміз кокеткамыздың ұзындығы және арқа кеңдігіміз қажет болады. Менде арқа кеңдігім 40 см, 40-ты екіге бүктеп салғанда 20 болды. Және оған 2 см тігіс ақысын қосып 22-ні белгілеп алдым. Мойын кеңдігімді 8 см қылып белгілеп аламын. Енді мына 22 см белгілеген жерімізден иықтан 3 см төменге түсеміз. Соң осы 3 см түскен жерімізбенен мойнымыздағы белгілеп алған 8 см-мізбенен біріктіріп түзу сызық сызамыз. Мойнымыздың кеңдігі, мінекей мойнымыздың кеңдігін осылай белгілеп аламыз. Менде 16 см. Белгілеп алғаннан соң жоғарғы точкадан 5-6 см төменге түзу сызық сызамыз да осылай қиғаштап дөңгелектеп мойын ойынысын әдемілеп сызып келтіріп аламыз. Иығымыздан 3 см түскен жерден 14 см белгілеп, қолтық ойындымызды белгілеп аламыз. Енді мына алдымыз бізде 22 болды ғой кеңдігіміз, ал осы 14 см белгілеп алған жеріміз 1 см-ге кем жүреді, яғни 21 см қылып белгілеп аласыздар. Және осы екі аралықты түзу сызық арқылы біріктіріп аламыз. Алдыңғы кокеткам ұзындығы 25 см, оған 3 см тігіс ақысын қосып 28 см белгілеп алдым. Осы белгілеп алған жерімізден 4 см түзу сызық сызып аласыздар. Енді осы 4 см менен мына иығымыздан түскен сызықты үзік сызық арқылы белгілеп, және осылай артынан қиғаштап әдемілеп домалақтап кокеткамызды сызып аламыз. Сызылған бөлігімізден осылай қиып шығамыз. Міне алдыңғы кокеткамыз дайын болды. Артқы кокеткамызды тура солай екіге бүктеп аласыздар. Тұйық жағын өзімізге қаратып алдық. Арқамыздың кеңдігі 22 см қылып белгілеп аламыз. Төменге 3 см түсеміз иығымыздан. Мойнымыздың кеңдігін 8 см қылып алдық. Арқа мойнымыздың ойындысын 4 немесе 3 см қылып алсаңыздар болады. Мен 3 см қылып алдым. Және осы жерді қиғаштап мойын ойындысын сызып аласыздар. Енді иығымызды осы екі точканы осылай түзу сызық арқылы біріктіреміз. Бізде арқа кокеткамыздың ұзындығы 19 см болды. 19 см-мізді белгілейміз. Соң иығымыздан 14 см түсіріп, тегістеп сызып аламыз. Енді осы 19 см менен осы 14 см түскен точкаларымызды біріктіріп түзу сызық сызып аласыздар. Соң осы сызылған сызығымызды қиып аламыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы видеолар Алла нәсіп етсе шығатын болады. Мінекей артқы және алдыңғы кокеткамыз дайын. Сіздерге де осындай қылып пішіп тігіп көруді кеңес етемін. Өте әдемі шығады. Баршаңызға сәттілік, менімен болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.